Адам баласы өмірге келгеннен кейін қоғамның бір мүшесі болып табылады, табиғатпен тығыз қарым-қатынаста болады. Қоғамсыз адам жеке тұлға болып қалыптаспайды. Кез келген еңбек мамандық деп аталуының өзіндік шарттары бар. Мамандық таңдау деген өзіңнің айналысқың келген жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны да таңдау. Қоғамның негізі болып қабылданғандықтан қоғамдағы әрбір азамат заңға бағынып, мемлекет алдындағы өз міндеттерін атқару керек. Сол секілді медиа саласы да қыры мен сыры болып мамандықтардың бірі деп айта аламын. Мен Рахметова Еркиназым Спартаққызы, дін саласының үздіктері 2023 облыстық байқауы үздік қарсы насихат парақшасы 2023 номинациясына үміткер. Ауданымызда діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде дәстүрлі емес діни ағымның алдын алу, медиа саласын жандандыру мақсатында 2022 жылдың мамыр айынан бастап дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде аналитик қызметі бойынша жұмыс атқарудамын. Қазіргі таңда орталықтың Instagram, Facebook, ВКонтакте, TikTok, YouTube, сонымен қатар өздеріңізге белгілі күмәнді діни парақшаларды бұғаттауға арналған кибернадзор жүйесі және аналитикалық интернет картасы жобасы аясында тыйым салған сайттарға кірген аудан азаматтарын шығару жұмыстарын, мәдени бұқаралық, танымдық, спорттық шараларды ұйымдастыру, әлеуметтік желілерге оқырмандардан келіп түскен арыз, өтініш, ұсыныстарға жауап беру жұмыстарымен айналысамын. Діни парақшаларда посттарды тартымды ету мақсатында түрлі өтімді дизайндарды, ақпараттарды ойлап табу менің басты жұмыстарымның бірі болып табылады. Осы орайда облыстық дін істері басқармасы аңсар ақпарат талдау орталығы арқылы осы жыл көлемінде түрлі оқу семинарларға қатысып, алғыс хаттар мен сертификаттар иеленіп келемін. 2018-2022 жылы ауданымыздың басты ақпарат құралы Байғайн ақпарат парақшасын жүргізіп, 2021 жылы медиа саласының үздігі номинациясымен марапатталдым. Медиа саласы жалпы өзіме ұнайтын мамандық. Осы салада жұмыс жасап келе жатқаныма 5 жылдан астам уақыт болды. Және де бұл салада өзіндік жұмыстарымды ары қарай жалғастыра беремін деген сенімдемін. Өзінің бейімділігі мен қабілеттілігіне қарай маман бола білген адамның жұмысы берекелі және өнімді болмақ.